Жамбыл облысы Меркі ауданы Ақкөз Қосанұлы атындағы номер 8 жалпы білім беретін тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Айбдиева Айман Әмірқұловна 1-90 пәнім қазақ тілі, сыныбым 2-А. Бөлім менің отбасым және достарым. Сабақтың тақырыбы дауысы Л мен Р, лашын. Оқу материалдарын жариялау сұрақ-жауап арқылы жүреді. Өткен сабақта не үйрендік? Сөз соңында Л, Р дыбысынан басталатын сөздердің жазылуында қандай өзгешілік бар? Ендеше бүгінгі сабағымызды осыған байланысты жаттығуларды орындайтын боламыз. Балалар үй жұмысын тексеріп көрейік. Үйде қай жаттығу берілді? 52-ші жаттығу 61-ші беттегі бұлтта берілген сөздің бір әріпін өзгерту арқылы Р әріпінен басталатын сөздерді жасап жазуымыз керек. Бұл жерде жайық, бақ, бас, тайым, кезде, жағыл, тай деген сөз. Жайық, Л әріпін қойғанда лайық, лақ, лас, лайым, лезде, лағыл, лай. Ендеше балалар, сендер менімен отырып бірдей дәптерлермен тексеріп көріңдер. Енді балалар 62-ші беттегі 55-ші жаттығуды көңіл бөлді. Бұл бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы. Сөйлемдерді оқимыз, сұрақтарға жауап береміз. Лақ төл, лапылдаған не, лашын қос, лағыл деген не. Ендеше оқушылар қараңдаршы мына жерде суреттеді. От, асыл тас және тас. Осы сұрақтарға байланысты осы суреттердің қайсы сәйкес келеді? Лақ төл, лапылдаған от, лашын қос, лағыл асыл тас. Келесі балалар 56-ші жаттығуға көңіл бөлейік. Берілген сұраққа сүйеніп құсты сипатта. Лашын қандай құс? Оның түсі, көзі қандай? Оның саусақтары қандай? Оны неліктен жыртқыш құс деп атайды? Бұл балалар лашын құсы. Қане осы құсты сипаттап көрейікші. Сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Көзінің астында ұзынша қос қара мұртшасы, қауырсыны болады. Оның саусақтары ұзын, тырнақтары өткір, қанаты ұзын, үшкір, үстіңгі беті сұр, астыңғы жағы ақшылдау, келген көлденеңінен қара жолақты. Келесі 57-ші жаттығуға көңіл бөліңдер балалар. Сөздерді көшіріп жазып, мағынасын түсіндіру. Мағынасы түсініксіз сөздерді мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп аламыз. Еше, іле, ілгіш, ілгек, ілгері, ілесу, ылди, ылғар, ырыс, ірімшік, ірі, ылғи. Енді балалар осы сөздерді сәйкестіріп көрейік. Мен сендерге мағынасын түсіндірейін. Мағынасын арқылы сәйкестірейік. Іле, балқаш көлі алыбындағы өзен. Ілгіш, киім ілуге арналған зат. Ілгек, түйме. Ілгері, алға. Ілесу, біреудің соңынан қалмай бірге жүру. Ылди, аласа жер. Ылғал, сулы жер. Ырыс, береке. Ірімшік, сүтті арнайы өндіру арқылы алынатын өнім. Ірі, дәу. Ылғи, үнемі. Балалар, енді осы сөздерді біз тақтаға орындайық. Кәні мен алдында түсіндірдім. Еске сақтап қалған шығарсындар. Жақсылап тұрып, қатесіз тақтаға жазып, оның мағынасын маған түсіндіріп айтыңдар. Ал отырған оқушылар сендер әдемілеп дәптерге көшіріңдер. Саралау тәсілі тапсырма әдісі арқылы жүргізіледі. 58-ші жаттығу екі бағандағы сөздерді салыстыр. Сонан соң өзің қорытынды жаса. Лашын, лаузым, лебіз, рахмет, рахат, рен, рахым. Сөз басындағы Л әріптерінің алдында ыр естілгенімен олар жазылмайды. Іле, ілгіш, ілесу, ірі, ірімшік, ылди, ылғал. Кейбір кездерде мағынасына қарай ы менен ы дыбыстары жазылады. Келесі 59-ші жаттығу балалар. Тыңдаңдар. Перизат атасы мерейтойымен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреуі есіне түсіңші.
перизаттың орнында болсаң, сен атаңа жылы лебіздің қалай білдірер едің? Құрметті оқушылар, сендердің барлықтарыңда өздерің жақсы көретін аталарың бар, иә? Кім осы өзінің атасының туған күніне немесе мерейтойына қандай тілек айтқысы келеді? Жарайсыңдар, рахмет. Міне ендеше мына тілекті тыңдап көріңдерші. Құрметті ата, мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болып, балаларыңыздың ортасында аман есен жүре беріңіз. Қуатты болыңыз. Бұл жердегі лебізді сөз құрметті ата. Ендеше балалар, үйге тапсырмалыңдар. 60-шы жаттығу бос түргізге Л әріптерінен басталатын сөздер тауып жазамыз. Бұл 63-ші беттегі. Келесі Р әріпінен басталатын сөз 4 әріптен тұрады. Риза. Келесі Л әріпінен басталатын сөз 4 әріптен тұрады. Ла. Міне құрметті оқушылар, осы тапсырманы үйде дұрыстап, осы бос түргездерді толтырып келесіңдер. Кері байланыс қол белгісі әдісі бойынша өтеді. Кім бүгінгі сабақты түсінді? Түсінген оқушылар қолдарын жоғары көтереді. Ал түсінбеген оқушылар не үшін түсінбегендерін айтады. Ендеше бүгінгі сабақ қалай өтті, балалар? Рахмет, мен бүгінгі сабақты түсінді деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларды бал жүйемен бағалаймыз, 10-дық балменен. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.